Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Дамумед медициналық арнасы. Бүгін біз сіздермен беттің бүйір аймағын талқылайтын боламыз. Жалпы бас топографиясын айтқан кезде біз оны ми бөлімге, бет бөлімге бөлген болатынбыз. Бет бөлімінің өзі екі аймаққа бөлінеді дедік: беттің алдыңғы аймағы және бүйір аймағы. Алдыңғы аймағын сіздер білесіздер, мінекей көз шарасы аймағы, көз шара асты аймағы, мұрын аймағы, ауыз қуысы аймағы, иек аймағы деп бөлінді. Енді беттің бүйір аймағының өзі бірнеше бөлікке бөлінеді екен. Мінекей ұрт аймағы, мына жерде бет сүйектік аймақ, шықшыт шайнау аймағы және тереңнен беттің терең аймағы жатыр. Енді осы аймақтардың бәрінің бүгін біз өзіндік шекарасына, қанмен қамтамасыз етілуі, жүйкеленуі және ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Беттің бүйір аймағының өзінің шекарасы болады, басқа аймақтардан шектеп тұратын. Оны алдынан мұрын ерін қыртысы, жанасыгубный складка дейміз, артынан төменгі жақтың вертикальды бұтағының артқы қыры, мінекей төменгі жақтың вертикальды бұтағының артқы қыры шектейді. Ал төменнен төменгі жақ сүйектің горизонтальды бұтағының төменгі қыры шектеп тұрады. Және жоғарыдан бізде көз шұңқырының төменгі қыры мен бет доғасы, мінекей көз шұңқыр төменгі қыры, мына жерде бет сүйектік доға бар, осы аралықты бізде шектеп тұрады екен. Енді шайнау бұлшық етінің тұсында, мускулус массатор дейміз, оның алдыңғы қырына сәйкес біз сызық жүргізетін болсақ, ол жердегі пайда болған беттің бүйір аймағын ұрт аймағы деп және шықшыт шайнау аймағы деп екіге бөлеміз. Қазір оны мына жерден бұлшық еттер арқылы көрсетеміз. Так, беттің шайнау аймағын бұлшық еттерін. Мінекей мускулус массаторды көріп тұрмыз, шайнау бұлшық еті. Осы шайнау бұлшық етінің бізде алдыңғы қыры арқылы бөлінетін. Мына бөлік сонда бізде ұрт аймағы болады, ал мына бөлік шықшыт шайнау аймағы болып бөлініп кетеді екен осы бұлшық еттің арқасында. Келесі, жалпы біз осы бет бөлімінің бүйір аймағының қабаттарына тоқталып өтсек, терісі жұқа болады, оңай бөлінеді. Енді бұл қасиетті көбінесе пластикалық операция жасаған кезде де қолданады екен. Сіздер өз беттеріңізден тоже тексеріп көрсеңіздер болады. Терісі жұқа болады, оңай бөлініп тұрады. Енді тері және май бездеріне бай болып келеді. Ал ұрт аймағы болса, тері асты желінде жаңағы жақсы бекітілген болады және әйел мен балаларда өте жақсы жетілген, жаңағы биша, комок биша дейміз. Қазір оны тоже айтатын боламыз. Енді келесі қабат бізде тері асты қабаты. Бұл қабатты енді әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, адам артық салмақ қосатын болса, тері асты май қабаты да жақсы сәйкесінше жақсы жетіледі. Ол жерде майдың көлемі бізде ауысып отырады екен. Енді бұл қабатта сонымен қатар мимикалық бұлшық еттер, тамыр жүйкелер, жаңа құлақ маңының безінің каналы да орналасады екен. Енді сонымен мына жерде қандай артерия және қандай вена, лимфалардың қанмен қамтамасыз етіліп жүйкелендіретініне тоқталып өтсек. Достар, енді қанмен қамтамасыз етілуін айтып өтетін болсақ, мінекей мына жерден біз сыртқы ұйқы артериясын көріп тұрмыз, мінекей. Осы сыртқы ұйқы артериясын сіздер тармақтарын білесіздер. Ең бірінші артерия фациалис, мінекей көріп тұрғандай беттік артериясы. Одан кейін артерия темпоралис суперficialis дейміз, мінекей самайдың бетке артериясы, самайға қарай кететін. Және артерия максилярис бар, мінекей. Артерия максилярис. Енді осы артерия сыртқы ұйқы артериясы каротис экстернаның тармақтары болып табылады және осы бет аймағын қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Одан бөлек бізде ішкі ұйқы артериясының тармағы болады, артерия офтальмика деген. Енді мына жерде ол көрсетілмеген. Достар, енді мына суреттен біз беттің бүйір бөлімінің веналық қан тамырын көріп тұрмыз. Жалпы беттің бүйір бөлімінде вена екі сет құрып орналасады екен. Біріншісі бетке, екіншісі терең. Енді бетке тамырлық сет бізде екі венадан құралады. Ол бізде вена фациалис, мінекей 10 суретте тұрған, және екіншісі вена ретромандибулярис дейміз, төменгі жағастылық вена. Енді бұл екі вена бізде бетке жататынын білдік, ал терең жататын веналарға флексус птеригоидиус жатады, яғни мына жердегі 4-ші суретте тұрған қанаттық өрімдер. Енді егер де осы жерден қан кететін болса, бізде ол вена максилярис арқылы да қанның кетуі жүзеге асуы мүмкін деп айтсақ болады. Келесі, беттің бүйір аймағының лимфа ағысына тоқталатын болсақ, жалпы беттің медиалды аймақтарынан келетін лимфа тамыры бізде иек астынан, мына жерде 10-шы номермен тұрған подбородочный лимфатический узлы дейді, иек асты, және 9-шы номермен тұрған подшелюстный лимфатический узлы, яғни төменгі жақ асты лимфалық түйіндер. Міне осы түйіндерге әкеп құяды екен лимфаны.
Енді бұл жерде түйіндердің аз бөлігі ұрт аймағында ұрт бұлшықетінің сыртқы беткейінде орналасады, ал аз бөлігі төменгі жақтың жиегінде, одан бірнеше сантиметр жоғары шайнау бұлшықетінің алдыңғы жиегінде де орналасуы мүмкін. Жекеленуіне тоқталатын болсақ, жалпы беттің иннервациясы ішкіл жүйке арқылы жүзеге асады. Ішкіл жүйкені біз нервус тригеминус деп атаймыз. Енді насуреттен қарасаңыздар болады, осы нервус тригеминустың өзі бізде үш тармақ береді. Мінекей нервус офтальмикус, нервус максиллярис және нервус мандибулярис. Көзге қарай кететін, көздік жүйкесі, жоғарғы жақ сүйектік жүйке және төменгі жақ сүйектік жүйке. Енді бұл тармақтардың өзі өздігінен өтпейді, ол қандай да бір сүйектің каналдары арқылы өтеді. Ол қандай канал десек, мысалы, нервус суpraорбиталис бізде форамен суpraорбиталис арқылы өтеді. Мына жерде нервус офтальмикус, дальше суpraорбиталис болып өтеді. Міне осы жерде бізде форамен деген, немесе инцизура суpraорбиталис деген бізде жаңағыдай тілік болады. Енді бұл жерде ол көрсетілмеген, оны біз алдында сүйектердің, жамбас сүйектің қуыстықтарын айтқан кезде, көз шарасын айтқан кезде, естеріңізде болса, сол жерде көрсеткен болатынбыз. Келесі форамен инфраорбитали арқылы, мінекей нервус инфраорбиталис өтіп тұр, мен аймақтан. Және форамен ментали арқылы, мінекей нервус менталис, мына жерде форамен ментали бар, яғни иектік бізде тесіктер, сол арқылы бізде иек жүйкесі өтіп тұр екен. Онан кейін мимикалық бұлшықеттерді бізде нервус фациалистің тармақтары жүйкелейді, иннервациялайды. Ал шайнау бұлшықеттің бізде ішкіл жүйкенің үшінші тармағы нервус мандибулярис иннервациялайды екен. Мінекей осындай маңызды ақпараттарды біліп жүрсеңіздер, сіздерге үлкен плюс болады. Енді достар, келесі біз әрбір аймаққа жеке тоқталатын болсақ, енді ең бірінші бастың құлақ маңы шайнау аймағы. Енді оның жоғарғы шекарасы мына жерде бет сүйек, осы бет сүйектің доғасы болып табылады. Ал төменде төменгі жақтың төменгі бір жиегі, мінекей төменгі шекарасы болып табылады. Ал артынан мына жерде сыртқы есту тесігі бар ғой, сіздер білесіздер, мына жерде анық көрсетілмеген. Осы сыртқы есту тесігінің емізік өсіндісінің ұшына дейін, мына жерде емізік өсіндісінің ұшына дейінгі жүргізілетін аймақ, мінекей. Жоғарыдан скуловая костың дугасы, мына жерден төменгі жақ сүйектің төменгі қыры, мына жерден артынан келетін сыртқы есту тесігінен емізік шекарасының ұшына дейін жүргізілетін сызық. Мінекей осы аймақ бізде шайнау аймағы деп аталады. Енді жаңада айтып өттік, шайнау аймағын ұрт аймағынан қалай ажыратамыз десек, мускулус массетер бар ғой, енді жаңа көрсетіп өттік қой, шайнау бұлшықет шамамен осы жерде орналасады. Сол шайнау бұлшықетінің қыры арқылы бізде мына бөлігі ұрт аймағы болады, мына бөлігі шайнау аймағы болып саналады екен. Енді осы аймақтың өзінің бізде қабаттары бар, ең әуелі тері қабатынан бастап айтамыз. Жалпы тері қабатын сіздер білесіздер, енді бұл аймақта жұқа болып келеді, және ер адамдарда түкті болып келеді. Ал тері асты қабаты болса, ол терінің бетке шандырмен байланыстырып, дәнекертіңнен тұратын талшықтармен тесілген болады. Одан кейін үшінші бетке шандыр қабаты тоже нашар жетілген, және тек платизма бекитін жерде ғана айқын көрінуі мүмкін. Одан кейін төртінші меншікті шандыр. Енді бұл өте тығыз болып келеді. Шайнау бұлшықетінде бізде футляр түзуге қатысады екен. Футляр деген сіздер білесіздер, бұлшықеттің сыртынан қаптап тұратын қапшығы деуге де болады. Енді алдындардың майлы денесінің шандырлы капсуласына жалғасып жатады, ал артынан бөліп шықшыт безінің капсула түзеді екен. Енді безге қалқалар жібереді, оны бізге бөліктерге бөледі. Қазір оны шықшыт безін айтқан кезде толығымен көрсететін боламыз. Және келесі бізде шықшыт безінің өзі орналасады. Ол қайда орналасады десек, төменгі жақ артында болатын шұңқырды толтырып тұрады. Достар, енді шықшыт безіне тоқталатын болсақ, біз оны латынша глендуля паротиди дейміз, және қабынуын осы безін паротит деп атаймыз. Енді шықшыт безі өзі жаңа айтып өтті ғой, төменгі жақтың артын толтырып жатады деді, сол төменгі жақ арты шұңқырды. Енді оның өзінің шекарасы болады. Алдыңғы шекарасы төменгі жақ тармағының артқы жиегімен, мына жерде бізде төменгі жақ сүйек болса, соның жаңағы артқы тармағының
жиегімен, ал жоғарғы жағында сыртқы есту тесігімен, мысалы бізде құлақ, ана жерде сыртқы есту тесігі дейді, сол сыртқы есту тесігімен артынан емізік тәрізді, ана жерде емізік тәрізді, оны сіздер өздеріңіз пальпация жасап құлақтың артынан талбасаңыздар болады. Сол емізік тәрізді өсіндіден басталатын төс бұғана емізік тәрізді бұлшықетпен шектеледі екен, ал төменде осы төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттің футлярының төменгі бұрышымен байланысып жатады екен. Және паротит безі субмандибулярғы безді бөлетін күшті фасциялық керілу тән деп айтамыз. Ал ішінен жұтқыншақтың бүйір қабырғасымен шектеліп жатады. Жалпы осы шықшыт бездің қалыңдығынан тамыр жүйке шоғыры өтеді, және осы жерден бет жүйкесі, сыртқы ұйқы артериясы, құлақсамай жүйкесі, төменгі жағасты венасы жатады екен. Ал бездің шанды капсуласынан екі әлсіз жер анықталған. Олар бізде бірінші сыртқы есту каналына жақын орналасқан бездің жоғарғы бетінде, анау осы аймағындағы бізде шандыры әлсіз болып келеді. Ал екінші паротит бізде бездің ішкі жағында, яғни жұтқыншақтың кеңістігіне қарама-қарсы орналасса, бізде тоже осы аймақты әлсіз болып келеді екен. Енді Достар, енді келесі аймақ бізде ұрт аймағы. Ұрт аймағының өзінің шекарасы бар. Жоғарғы шекарасы көз ұясының төменгі қыры болып табылады. Ал төменнен төменгі жақ сүйектің қыры төменгі шекарасы болып табылады. Ал артынан мына жерде бізде шайнау бұлшықеті орналасады дедік. Сол шайнау бұлшықетінің алдыңғы қыры шекарасы болып табылады. Ал алдыңғы шекарасы мұрын ерін жаңағы қыртыстары болып табылады. Енді осы ұрт аймағының өзінің бізде қабаттары болады екен. Ол ең бірінші қабаты тері қабаты, иә. Тері қабаты бізде ерінге қарағанда әлде қайда қалыңдау болып келеді екен. Қазір мына жерден жазып отырсаңыздар болады. Ал тері асты шелмай қабаты жақсы байланысқан, борпылдақ келген. Бұл жерден беттің артериясы, венасы, жүйкесі қоса өтеді. Ал аймақтың артқы шекарасында дәнекер қапшықпен қапталған корпус адипозум буция орналасқан, яғни май түйіршіктері. Енді ол ұрттың тамыр нервісінде шоғырымен жалбы орналасады, яғни тамыр жүйкені жалбы орналасады екен. Ал оның бір бөлігі құлақ маңының шайнау аймағына жетеді, мускулус массетер және мускулус буцинатор деген бұлшықеттер, яғни шайнау бұлшықеттерін тереңіне барып орналасады, яғни сол аймақта жатады. Енді осы жерде үш өсінді береді: самай өсіндісі, көз өсіндісі және қанат таңдай өсіндісі деген. Яғни бұл бізде жаңа айтып отқан беттегі корпус адипозум буция, сол жүйке шоғырын жауып жатады дедік. Келесі қабат бізде меншікті шандыр, немесе оны ұрт жұтқыншақ қабаты деп атаймыз. Және төртінші бізде ұрт бұлшықетінің өзі, мускулус буцинатор. Енді оның өзі жоғарғы және төменгі жақ сүйектен басталады, және аузын дөңгелек бұлшықетінен барып бекиді. Бұлшықеттің сыртқы беткейін нервус буциалис, яғни ұрт жүйкесі жүреді, ал ішкі бетінде бізде аузын шашты қабатында болады екен. Енді қандай артерия? Артерия буциалис, артерия максилларисінің тармағы, нервус буциалис, нервус мандибулярисінің тармағы болып табылады. Ал лимфаны ол бізде ұрт лимфа түйіндеріне әкеп құяды екен. Достар, енді беттің терең аймағын талқылайтын болсақ, жалпы терең аймағының өзі бастан құлақ маңы шайнау аймағынан тереңірек, более глубоко жатады. Енді беттің терең бөлімі жоғарғы жақтың артқы беткеймен төменгі жақ аймағын ішкі беткейдің арасында орналасады. Басқаша біз бұны жақаралық аймақ деп айтады екенбіз. Енді оның өзінің шекарасы бар, сыртқы жағынан төменгі жақтың тармағы мен самай бұлшықетінің ішкі беткеймен шектеледі, ал алдынан жоғарғы жақ төмпесінен, медиалды жағынан жұтқыншақ бүйір беткеймен, жоғарыдан бас сүйектің ортаңғы шұңқырына сәйкес келетін бас сүйек негізінің сыртқы бөлігімен шектеседі екен. Сонымен қатар бұл жерде бізде екі кеңістік болады. Мысалы, ана жерде 4-ші және 5-ші суреттерде көріп тұрғандай кеңістіктер болады екен. Ең бірінші кеңістік бізде самай қанат кеңістігі деп аталады. Яғни бізде спатиум, темпораптеригаидиум деп аталатын кеңістік, ал екіншісі қанатаралық кеңістікті спатиум интерптеригаидиум деп аталады. Енді ең бірінші самай қанат кеңістігіне келетін болсақ, бұл кеңістікте самай бұлшықетінің төменгі бөлігінің ішкі беті мен
латеральды қанат бұлшықетінің арасында жатады дейміз бұл бөлімді. Енді осы жерде жоғарғы жақ артериясы мен қанаттық үгерім орналасады. Жаңа біз артерия мен венаны айтқан кезде айтқан болатынбыз. Енді қанатаралық кеңістік латеральды және медиалды қанат бұлшықеттерінің арасында орналасады. Және бұл жерде құлақсамай жүйкесі, төменгі альвеолярлы жүйке, тірі жүйкесі, төменгі жақ жүйкесі, ұрт жүйкесі жүреді екен. Енді оларда иннервациясы әрине ішкі жүйкенің тармақтары болып табылады. Енді аймақтың алдыңғы медиалды аймағында қанаттанды шұңқыр орналасқан, терен аймағында жұтқыншақ маңы кеңістік орналасқан. Оны сіздер мына жерде суреттен де көре аласыздар. Мінекей кеңістіктерді айттық, жаңа 4-ші 5-ші суреттедік. Ал бірінші сурет бізде самай бұлшықеті көрсетілген, екінші мінекей қанат тәрізді бізде латеральды бұлшықет, қанат тәрізді медиалды бұлшықет болып табылады. Мінекей мына жерде тоже жазып алсаңыздар болады, қай кеңістіктен не нәрсе өтетіндігін. Достар, енді біз құлақ аймағына тоқталатын болсақ, жалпы құлақ аймағының өзінің ерекшелігі бар. Яғни ол бізде бастың милық және беттік бөліктерінің шекарасында орналасқан аймақ болып табылады. Енді құлақтың өзін сіз анатомиялық құрылысын білесіздер. Сыртқы құлақтан, ортаңғы құлақ, ішкі құлақтан тұрады. Сыртқы құлақты бізде құлақ қалқаны мен сыртқы есту жолы құрайды. Ал ортаңғы құлақты бізде ортаңғы құлақтың шекарасы барабан, одан кейін ана жердегі сүйекшелер бізде ортаңғы құлақты құрайды, ал ішкі құлақты бізде ішкі есту аппараты, мына жерде ұлу орналасқан, сол құрайды. Енді келесі біз қанмен қамтамасыз етілуі венасына жекеленуіне тоқталсақ. Сонымен достар, құлақ аймағының қанмен қамтамасыз ететін артерияға біз жаңағы артерия темпоралис суперficialis жатқызамыз. Мінекей оны көріп тұрсыздар, самай аймағының бетке артериясы мінекей. Одан кейін келесі бізде артерия auricularis anterius, мына жерде құлақ болса, сол құлақтың алдынан кететін бізде өзінің артериясы болады. Мінекей достар, енді мына суретті жақынырақ қарайтын болсақ, мына жерде көріп тұрмыз, артерия temporalis superficialis, яғни сыртқы ұйқы артериясының тармағы тоже құлақты қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Одан кейін auricularis anteriorды көрдік, auricularis posterior, яғни алдыңғы артқы құлақ артериясы. Тоже басқа да жаңағы бет артериясымен бірге тармақтар анастомоз құрып, осы аймақты қанмен қамтамасыз етеді. Бізде құлақ аймағының жекеленуі ең біріншіден құлақсама жүйкесі арқылы nervus auriculotemporalis, мына жерден суреттен көретін болсақ, міне ушно-височный нерв деп тұр, мінекей құлақсама жүйкесі арқылы жүзеге асады. Одан кейін келесі ол үлкен құлақ жүйкесі, nervus auricularis magnus дейміз. Так, оны мына жерде малый, большой ушной нерв деп тұр. Бізде мінекей құлақтың үлкен жүйкесі және келесі бет жүйкесі, nervus facialis, бізде бет жүйкесі мына жерде көрсетілмейді, енді сіздер білесіздер. Аймақтан келетін жүйке, бет жүйкесі, және бұл жерде артқы құлақ жүйкесі тоже nervus auricularis posterior деп аталады. Мінекей задний ушной нерв, артқы құлақ жүйкесі. Осы жүйкелер бізде не істейді екен, құлақ аймағын иннервациялайды екен. Енді келесі лимфа бар, қазір оған да тоқталамыз. Мінекей лимфаның алдыңғы бөлігі бетке құлақ маңы лимфа түйіндеріне, мысалы мына жерде 8-ші номермен тұрған соған әкеледі. Ал сыртқы есту жолының ұзындығы бізде 3,5 см құрайды. Оның шеміршектік сүйектік бөліктерден тұратындығын білеміз. Және осы жерді бізде сыртқы есту жолын қанмен қамтамасыз ететін бізде бетке самай артериясы, arteria temporalis superficialis, терең құлақ артериясы, arteria auricularis profunda, және жаңағы жүйкелерден кезбе жүйкенің құлақтық тармағы ramus auricularis nervus vagus, және құлақсама жүйкесі nervus auriculotemporalis бізде жүйкелендіреді, жаңа айтып өткен артериялар қанмен қамтамасыз етеді деп айтамыз. Сонымен достар, бізде беттің бері бөлімі туралы лекциямыз аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер, достарыңызбен поделиться етіңіздер. Енді каналда 200 оқырман жиналатын болса, бізді тыңдаушы жиналатын болса, біз келесі мойын бөлімін шығаратын боламыз. Сол үшін де міндетті түрде белсенді болыңыздар, және осы жерде лекцияны алатын болсаңыздар, жаңағы лекцияларды телеграм каналға төменде ссылка қалдырып кетемін, сонда жазсаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.